Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен Алматы облысы Кеген ауданы номер 3 Кеген орта мектеп лицейінің физика пәнінің мұғалімі Сәрсенбаева Айнагүл Сабыровна. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын өткен тақырыпты еске түсіріп алайық. Сендерге сұрақ: сфералық айна дегеніміз не? Сфералық айнаның қанша түрі бар? Сфералық айнаның қайсының фокусы жалған, қайсысы нақты болады? Жақсы балалар, ал енді жауаптарымызды салыстырып көрейік. Бірінші сұрақтың жауабы: шағылдырғыш беті сфераның бөлігі болып табылатын айна сфералық айна деп аталады. Екінші сұрақтың жауабы: сфералық айнаның екі түрі бар: ойыс және дөңес. Үшінші жауабымыз: ойыс айнаның фокусы нақты, дөңес айнаның фокусы жалған болады. Жарайсыңдар балалар. Енді мына бір суретке назар аударайық. Неге карандаш қисайып сынық болып көрініп тұр? Ол қисаю қай жерден басталды деген сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Қалай ойлайсыңдар балалар? Өз ойларыңды айта қойыңдар. Дұрыс балалар. Яғни суы бар стақанға салынған карандаш су мен ауа аралығындағы шекарада сынған сияқтанып көрінеді. Бұл карандаштан шыққан жарық сәулелері ауаға қарағанда суда басқаша бағыт алатындығын көрсетті. Ал енді мына бір видеоны көрейік. Мына фильмнен біз суға толы стақанға салынған қасықты бақылап отырмыз. Мұндағы қасық сынып қалған секілді. Алайда қасықты стақаннан алып тастаған кезде бұның тек оптикалық иллюзия екеніне көз жеткіземіз. Жарық сәулесі қасық бетінен шағылып, су мен ауа шекарасы арқылы өткен кезде сынатта өз бағытын өзгертіп, біздің көзімізге жетеді. Сондықтан да ол бізге басқа нүктеден келген секілді болады. Бұл иллюзияға себеп болған жарықтың сыну құбылысы. Ендеше балалар, біз бүгінгі сабақта жарық сәулесінің аса бір қызықты қасиеті туралы өтетін боламыз. Яғни бүгінгі сабақтың тақырыбы жарықтың сынуы, жарықтың сыну заңы, толық шағылу. Оқу мақсатымыз жазық параллель пластинада сәуленің жолын салу. Жарықтың сыну заңын пайдаланып есептер шығару. Толық шағылу құбылысын зерттеу. Бағалау критерийі: жарықтың сыну заңының анықтамасын біледі, жазық параллель пластинада сәуленің жолын салады, толық шағылуды түсінеді, жарықтың сыну заңын пайдаланып есептер шығарады. Жарық сәулесі екі мөлдір ортаның шекарасына альфа бұрышпен түскен кезде, ол өзінің таралу бағытын өзгертеді. Бұл құбылысты жарықтың сынуы дейміз. Бета бұрышы сыну бұрышы деп аталады. Негізінде түскен сәуле екі сәулеге бөлінеді. Олардың біреуі шағылу заңына сәйкес шағылады, ал қалғаны келесі мөлдір ортаға өтіп сынады. Түсу бұрышы нөлге тең болған кезде жарық сынбайды. Яғни балалар, бір текті ортада жарықтың түзу сызықты таралатын білеміз. Бір ортадан екінші ортаға өткенде жарықтың таралу бағытының өзгеруі жарықтың сынуы деп аталады. Сынған сәуле мен екі ортаны бөлетін шекараға сәуле түскен нүктеде тұрғызылған перпендикуляр арасындағы бұрышты сыну бұрышы деп атайды. Мұндағы альфа түсу бұрышы, ал бета сыну бұрышы. Түсу бұрышының синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты шама. Яғни синус альфа бөлінген синус бета ол тең болады n2 бөлінген n1. Мұндағы n2 және n1 екінші ортаның бірінші ортаға қатысты салыстырмалы сыну көрсеткіші. Бұл жарықтың сыну заңы деп аталады, немесе Снеллиус заңы. Сыну көрсеткіші түсу бұрышына тәуелді емес, ол тек қана ортаның оптикалық тығызына тәуелді болады. Заттың ауамен салыстырғандағы көрсеткіші абсолют сыну көрсеткіші деп аталады. Екі орта үшін заттың сыну көрсеткіші n тең s бөлінген v формуласымен анықталады. Мұндағы s жарықтың вакуумдағы жылдамдығы, ол 3^10⁸ дәрежесі метр бөлінген секундқа тең, ал v ортадағы жылдамдығы. Енді бұл екі формуланы біріктіріп былай жазуға болады екен: n тең синус альфа бөлінген синус бета ол тең болады s бөлінген v.
Жарық бір ортадан екінші ортаға өткен кезде оның таралу жылдамдығы өзгереді, алайда оның жиілігі тұрақты болып қалады. В лямбда көбейтілген ньюға тең болғандықтан, В өзгерген кезде жарық толқынының ұзындығы лямбда да өзгереді. Берілген ортаға тәуелді шама ортаның сыну көрсеткіші деп аталады, немесе жай ғана сыну көрсеткіші деп аталады. Бұл шама жарықтың берілген ортадағы қозғалысы вакуумге қарағанда қаншалықты жай қозғалатынын көрсетеді. Ауада n-ді шамамен бірге тең деп есептейміз, ал вакуумде n нақты бірге тең болады. Яғни балалар, сендер кейбір заттардың сыны көрсеткіштерін көріп отырсыңдар. Бұл кесте сендердің кітаптарында да бар. Енді балалар, жарықтың оптикалық тығыз ортадан оптикалық тығыздығы аз ортаға өткенде сәуленің түсу бұрышы өскен сайын сыну бұрышы артып 90 градусқа тең болады. Бұл жағдайда жарық сәулесі екі ортаның шекарасының бойымен таралады. Мұндай құбылыс толық ішкі шағылу деп аталады. Әртүрлі мөлшер орталардың абсолют сыны көрсеткіштері толық ішкі шағылу құбылысының көмегімен есептеп шығарылған. Толық ішкі шағылу құбылысы талшықтық оптикада қолданылады. Оны медицинада, эндоскопиялық құралдарда пайдаланады. Енді мынандай тәжірибе жасап көрейік. Тәрелкеге тиын салып қойып, оған тиын көрінбейтіндей қырынан қарап тұрып, жайлап су құямыз. Аздан соң тиын көрінеді. Тиын неге көтерілді деген сұраққа жауап беріп көрейік. Жақсы балалар. Яғни бұл тәжірибе екі түрлі ортаның шекарасында, яғни су ауа шекарасында жарық сәулесі түскенде бір бөлігі шағылып, ал бір бөлігі екінші ортаға өтетінін және өткенде бағытын өзгертетінін дәлелдеп тұр екен. Жарайсыңдар балалар. Енді мына бір екі есепті шығарып көрейік. Номері бірінші есеп. Сәуле күнбағыс майының бетіне 60 градус бұрыш жасап түседі, ал сыну бұрышы 36 градус. Майдың сыну көрсеткішін табыңдар. Екінші есеп. Вакуумдағы жарық жылдамдығы 8 көбейтілген 5 дәрежесі километр бөлінген секунд. Алмастың сыну көрсеткіші 2,42. Алмастағы жарық жылдамдығын есептеп шығарыңдар. Балалар, есепті шығарып болған соң WhatsApp мессенджер арқылы маған жауабын жіберіңіз. Үйге тапсырма. 39-шы параграфты оқу, өзін-өзі тексеру сұрақтарына жауап беру және 23-шы жаттығуды орындау. Бүгінгі сабағымыздың кері байланысы ретінде 5 саусақ әдісін жүргіземіз. Балалар, сабақ аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет.